Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге дәмді рулеттің рецептін бөлісетін болам. Алмадан жасалған рулет өте керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Магазиннің рулетінен кем түспейтін рулетті менімен бірге жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен алмамыздың сыртын ашып алып, түйіркіден өткізетін боламыз. Қандай алма болса да бәрібір барлығын жақсылап түйіркіден өткізіп болғаннан кейін үстіне 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоятын боламыз. Және оған дейін біз қамырымызды дайындаймыз. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеу уақыты шамамен 10 минуттай болады. Міне осындай көлемде масса шығады. Міндетті түрде осындай масса шығуы керек. Және үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді салып, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бір бағытта араластыру қажет. Миксерлемейміз бұл жолы. Лопатка болса, лопатканың көмегімен бір бағытқа қарай араластырамыз. Біздің ұнымыз толық араласу керек. Табамызға пергамент қағазын жақсылап төсеп алып, үстіне алмамызды саламыз. Және де барлығын толықтай жайып шығатын боламыз. Алмамызды толық жайып болғаннан кейін үстіне құйып, барлығын бір тегіс болғанша жайып шығамыз. Барлық шетін бірдей қылып тегістеп шығамыз. Және де бір тегіс болып пісіп шығу үшін кішкене қозғалтып тегістеп аламыз. Дайын болған массамызды 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Біздің рулетіміз пісіп болды. Енді табамыздан алып тастап, рулетімізді қағаздан жаймендеп босатамыз. Жан жақтарын ашып, матамыздың үстіне төңкеріп жаямыз. Пергамент қағазымызды алып тастап, қолорамалдың көмегімен ораймыз. Ыстық күйінде орамыз қажет. Өстіп барлығын жақсылап орап, майлықты осылай қойып қоятын боламыз. Шамамен жарты сағаттай қоямыз. Толық суы керек. Толық суып болғаннан кейін үстіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша крем немесе сахарный пудра сепсеңіздер болады. Және 2 шетін кесіп алып тастаймыз. Міне біздің рулетіміз дайын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Осындай алма қосылған рулетті сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.